Қадірлі ата-апалар, аға-бауырлар, әпке қарындастар, баршаңызды Иісі мұсылманның ұлық мейрамы, қасиетті құрбан айтпен құттықтаймын. Айт қабыл болсын. Отбасыларыңызға бақ береке, ырыс пенен ынтымақ, Алланың амандығын тілеймін. Айт күндері ағайын жұрт бір-біріне айт қабыл болсын айтып, ізгі тілектерін жеткізіп, алғыстарын жаудырады. Осы ретте сіздерге ізгі ниетпен жаратқанның барлық жақсылығын тілеймін. Туыспенен бауырға, доспен жаранға айттап бару, оларға айттық беру, сонау қадым заманнан жалғасып келе жатқан дәстүріміз. Осы игі дәстүрді қайта жаңғыртып, жастарға үлгі өнеге көрсетуге шақырамын. Құрбан сөзі жақын болу, жақындау деген ұғымды білдіреді. Қасиетті Құранда ұмытпаңдар, олардың құрбандықтың еті де, қаны да ешқашан Аллаға жетпейді. Оған жететін нәрсе жүректеріңізге ұялаған тақуалықтарың, шынайы ниеттерің деп баяндалады. Ендеше ұлық мейрамда жасайтын барша сауапты амалдарымыз, қайырымдылық істеріміз қабыл болғай. Алла Тағала баршамызды айттан айтқа аман есен жеткізіп, ізгі істер мен қуанышты сәттерде бас қосуымызды нәсіп еткей деп айтқым келеді. Әмин.